алғашырақ. Бұйыл жеңіс туының желбірегеніне 64 жыл толғалы отыр. Азаттықтың таңы ату үшін қасықтай ғана қанын, жұдырықтай жүрегін қиып беруге әзір болған Сүйінбай атамызбен сұхбат жүргіземіз. Соғыс жылдарыңыз жайлы қысқаша айта кетсеңіз. 1942 жылы осы Жаңарқадан соғысқа аттандым, Ленинградқа жіберді. Қыс ішінде барып, сол майданға, сол жерден бірінші рет майданға сол жерден араластым. Ол жерде 2-3 ай жүріп, соғыста қайбір оңған шаруа болады. Әйтеуір жауды қирату соның жеңі ғой, басқадай мақсат жоқ. Сонда жүріп, жараландым. Жараланып госпитальда жаттым, 3 айға 4 айға жатып, шығып, оның қайтадан соғысқа Сталинградқа кірдім. Сталинградтан тағы жараланып қалып, 43 жылы мынау Восток жаққа жіберді, госпитальға. Сол госпитальда жатып, сол жерде воинский частьқа жіберді. Тәуір болғаннан аяғымнан жараланған. Сонан немене халқымыз үшін не істемедік біз, не көрмедік. Енді иттің етін жеген жоқпыз, өңгенің бәрін істедік. Әйтеуір, қолымыздан келгеннің барлығын таттық. Өмірде көрмеген шаруамыз шамалы. Ал енді бірақ оның ақырын беріп, мені 63 жыл өмір сүріп, соғыстан кейін отырмыз. Аман емеспіз, жақсымыз. Соғыс жылдарынан соң тағдырыңыз қалай жалғасты? Соғыс жылдан кейін неге елге келдім, елге келгеннен кейін стат управлениеге начальник болып тұрдым, бастық болып. Сонан қош, енді аяғы экономист болдым совхозда. Главный экономист болдым. Сонымен сол қызмет істеп, сөйлеп кеттік қой. Қазіргі таңда өкіметтен қандай жеңілдіктер бар? Жеңілдігі мол ғой. Бірақ ол жеңілдікке біздің шамамыз келетін емес. Мен қалжырап отырмын қазірдің өзінде, сөзімді жөндеп сөйлей алмаймын. Бас, ми жоқ, құрыған, көз көрмейді, аяқ жүрмейді, өмір осылай енді. Оны соғыстан көреміз, енді басқа көретін жеріміз жоқ. Кәріліктен көрме. Кәріліктен көрме. Кемпірім кәріліктен көрме дейді. Кәріліктен көргенде не шығады? Деймін, сол қолымнан. Жаумен бірге арпаласқан жолдастарыңызбен араласып тұрасыз ба? Ойбай, олардың барлығы құрыды ғой, мен жалғыз қалдым. Олар кетті ғой, қалған шамалы. Кездескенін айтсайшы былтыр алдыңғы жылғы. Кездескенім соғыста жүргенде бір не салдат. Салдат кез болды осында. Менің автобустың үстінде. Ой, Секе, здравствуйте, амансың ба деп амандасып жатыр. Қайда 60 жыл өтіп кеткен көрмеген оқиған. Сосын, амансың ба дедім. Сен мені қайдан танып тұрсың дедім. Сосын, ой, неужели у вас память потерялся? Мен сізді жақсы білем, өйткені сіз соғыста жүргенде менің аяғымды кес дегенде кеспедің ғой. Сол аяғым мені бүтін қазір солымен жүріп жүрмін. Мен сені қалай ұмытамын? Ата, сіз өзіңізді бақытты адам деп есептейсіз бе? Бақыттымын, бақытсыз емеспін. Анында кемпірім ғана ептеп, маған нажым береді. Басқа бала шағам бар, немере сүйдім, шөбере сүйдім. Балаларым бар, аман есен жүріп жатыр, бақытсыз емеспін. Рахмет ата, өмір жасыңыз ұзақ болып, ұрпақ қызығына кенеліңіз. Сұм соғыс қайтып болмасын, бәйшешектер солмасын, еліміз бейбіт күн кешіп, бір Алла өзі қолдасын. Соғыстың сөніп ошағы, қайғыдан көңіл босады, бейбітшілікпен күн кешсек, бір бақыт бізді тосады. Назарларыңызға рахмет, сау сәлематта болыңыз.